Жаңалықтарда жоғалған адам, Атыраудағы оқиға деген тақырыптар жиі айтыла бастады. Бірақ бұл оқиғаның артында көпшілік білмейтін сыр бар еді. Ержан есімді ер адам бірнеше күн бойы байланысқа шықпай қалады. Туыстары алғашында мән бермейді. Аңшылыққа кеткен шығар деп ойлайды. Бірақ үшінші күн дегенде алаңдай бастайды. Ауыл іші гу-гу әңгіме. Бірі алысқа кеткен десе, бірі бірдеңе болған шығар дейді. Әлеуметтік желіде түрлі болжам тарайды. Бірақ нақты ақпарат жоқ. Бір аптадан кейін іздестіру жұмыстары күшейген еді. Құтқарушылар мен еріктілер айналаны тексереді. Сол сәтте ауыл ішіндегі ескі қыстаудан күмәнді іздер табылады. Ешкім нақты не болғанын білмейді. Тергеу басталады. Бірақ ресми ақпарат аз беріледі. Бұл үнсіздік халық арасындағы қауесетті одан әрі күшейтеді. Көп ұзамай шындықтың бір ұшы ашылады. Белгілі болғандай, оқиға тұрмыстық жанжалдан емес, кездейсоқ жағдайдан туындаған. Тергеу органдары нақты қорытынды шығарғанша ешкімді кінәлауға болмайтыны ескертіледі. Бұл оқиға ауыл тұрғындарына үлкен сабақ болды. Дәлелсіз ақпарат таратпау, әлеуметтік желідегі қауесетке сенбеу, ресми ақпаратты ғана негізге алу. Атыраудың суық күнімен бірге бұл оқиғада халық жадында ұзақ сақталды. Кейде ең үлкен трагедия белгісіздік пен қауесет екенін бәрі түсінгендей болды. Іздестіру жұмыстары тоқтаған жоқ. Бірақ 6-шы күні жағдай күтпеген бағытқа өзгерді. Ержанның көлігі табылды. Қала сыртындағы ескі жолдың бойында. Қарға жартылай көмілген күйде тұр екен. Есігі құлыптаулы. Ішінде бәрі орнында. Тек жүргізуші орнында ұялы телефонның қуаттағыш сымы салбырап тұрды. Телефонның өзі жоқ. Бұл жаңа сұрақтар туғызды. Неге көлік осында қалды? Неге ол әлі әрі қарай жаяу кеткен? Кімді кездестірмек болды? Әлеуметтік желіде тағы да қызды. Бірі құпия кездесу деді, бірі жасырындау деп жазды. Бірақ тергеушілер бір ғана нәрсені нақты айтты. Дәлелсіз ақпарат таратпаңыздар. Сол түні ауа райы туралы деректер тексерілді. Расында да түнгі уақытта тұман қоюланып, көріну қашықтығы күрт төмендеген. Далада бағыттан адасу өте оңай болған. Еріктілер көлік тұрған жерден бастап айналаны тағы бір мәрте шолып шықты. Бірнеше 100 метр қашықтықта қар астынан аяқ іздерінің көмескі ізі байқалды. Жел ұшырып кеткенімен бағыт бір нәрсені меңзеп тұрғандай еді. Іздеу аумағы кеңейтілді. Уақыт өткен сайын достарының үміті мен қорқынышы қатары арпалысты. Анасы күн сайын есікке қарап, қазір кіріп келеді деген үміттен айрылмады. 7-ші күні таңертең құтқарушылар алыстағы сай жақтан белгі алды. Сол жерде адам болғанын көрсететін айғақтар табылды. Алдын ала мәлімет бойынша бұл жерде ешқандай қасақана әрекет болмағаны анықталды. Бәрі табиғи жағдайдың салдары еді. Қалың тұман, бағыттан жаңылу, суық түн. Қала бір сәтте үнсіз қалды. Қауесет бірден сынды. Себебі шындық белгілі болған кезде алып қашпа әңгімеге орын қалмайды. Бұл оқиға көпшілікке үлкен ой салды. Кейде трагедияның артында құпия емес, немқұрайлылық немесе қауіпсіздік ережесін елемеу тұрады. Сол күннен кейін қала сыртындағы жолдарда ескерту белгілері көбейді. Аңшылыққа немесе алыс сапарға шығатындар ауа райын мұқият қарайтын болды. Ал Атыраудың тұманды түндері әлі де бар. Бірақ сол бір оқиға жұртқа әрдайым бір ескерту сияқты. Белгісіздік ең үлкен қорқыныш, ал шындық кейде
тым қарапайым. Құрметті тыңдарман, өмірден алынған әңгімелерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды өтінеміз. Бұл біз үшін аса маңызды.